Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен балалардың сүйікті асы мини пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығатын өте оңай рецепт. Ал бастайық. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Салқын да емес, қатты ыстық та болмау керек. Оның үстіне ас қасық қантты салып, дрожжды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып тұзды және де 2 ас қасық сұйық майды құйып, бір араластырып жіберіп, алдын ала еліктен өткізіп қойған ұнды бірнеше бөліктерге бөле отырып саламыз. Описанияда жазылған грамм бойынша саламыз. Одан артық қосудың қажеті жоқ. Өйткені қамырымыз тығыз болып, дұрыс көтерілмей қалады. Осылай жұмсақ қамыр болу керек, қолға жабыспайтын. Енді осының бетін жауып, орап, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Осы арада біз мини пиццаларымызға арналған салманы дайындап қоямыз. Ол үшін мен шұжықты, ірімшік және де болгар бұрышын қолдандым. Негізі қызанақты қосуға болады. Үйде не бар, соны қосып дайындай берсеңіздер болады. Және де майонезді керегінше салып, араластырып дайындап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр 2-3 есе көтерілді 1 сағаттың ішінде. Енді осыны алып, бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты. Үлкендеу ғып бөліп, үлкендеу мини пицца дайындасаңыздар болады. Осылай дөңгелектеп алып, бірден противенге жайғастырып, одан кейін бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қоя тұрсаңыздар, тағы да көтеріледі. Енді осылай салмасын салу үшін осында стаканның көмегімен ортасынан басып шығамыз. Және де көп емес, шамалы азғантай ортасына кетчупты жағып шығамын. Және де алдын ала дайындап қойған салмамызды барлық осы пиццаларымызға жеткізіп, салып шығамыз. Осылай әдемілеп дайындап алдым. Енді духовкаға салып, 170-180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мини пиццаларым дайын болды. Қараңыздар қандай әдемі болып пісті. Енді менде 3-тен өткізілген ірімшік қалып қойған еді. Соны тағы да осылай барлық пиццаның бетіне салып, 5-10 минутқа духовкаға тағы бір салып аламын. Ол енді өз еріктеріңіз. Салмасаңыздар да негізі салмасында оның ірімшік бар. Осымен мини пиццаларым дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл балалардың сұрап жейтін сүйікті тағамдарының бірі. Мектепке алып барса да өте ыңғайлы. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.